Ассалаумағалейкум, Үржар ауданының тұрғындары. Бизнес бастайым деген кісілерге дайын СТО, дайын бизнес сатылғалы тұр. Үржарда, Қарабұлақта бүкіл жерімен аумағы 30 сотық жер істеп тұрған СТО. Қазір бөлек-бөлек үшін түсіретін боламыз. Екі қақпа, мына жерде подъемникпен бір жағы. Мына жағы екіншіден кіргенде яма тұр. Отопление бәрі жүргізілген, қыста жылы, еңсесі биік. Мына жағында столдар, отопление круговой жасалған. От мына жақтан жағылады. Тар емес. Мына жағында шағын комната отдыха. Так, мынау ары қарай өтетін. Мына жақта станоктар бар. Қаз көрістен бөлек. Мынау ямысы. Мынау оң жақ қанатында станок тұр. Токарный станок істеп тұр. Советский, мощный. Токаркамен айналысатын жігіттерді әкелсеңіздер болады. Мына жағында свирильный станок. Но у меня токарный станок тоже дайын. Кеңдігі нормальный. Айналып істеп жүре береді. Сол жақ қанатына дүкен қылып ашқан. Негіз бұнда автозапчасть сатқанға бәріне ыңғайлы. Полкалар бәрі дайын тұр. Одан кейін мына жерде вулканизациямен айналысатын болсаңыздар, тоже станоктары бар. Утюг жатыр. Так, одан кейін былай өткенде мынау қақпа болып ашылады. Ар жағын көрсетейін. Міне. Мына жерде төре, машине КамАЗ сияды. Мынау жаны ғана іштен кіргенде топқы жағы. Мына жерде пеш тұрған жер. Мына жағында тоже мына жақта бокс ұзыннан. Қаз көрсетемшін. Мынау времянкасы бар. Жылой. Арт жағына. Мынау кішігірім навес. Мына жақтан шыққанда тағы бір бокс. Тоже арендаға беріп қойсаңыздар да болады. Ямасымен отопление бәрі жүргізілген. Мына жақтың да фото бар. Қазір ар жағынан келеміз. Міне летний сияқты тоже бір яммен. Кең. Ямасы бәрі күшті. Паумы жасалған. Мынау жаңағы боксқа кіретін жағы есігі. Навестің астымен кіресіздер. И мына жақта
сразу времянкаға бір адам тұрып постоянно осында жұмыс істесе де болады. Бәр жағдайы жасалған. Міне коридоры. Мынау комната шауқымды. Кейін мына жерде пеш жағылады. Мына жақта шай ішеді, ар жағында жатады. Мынау коридоры. Мына жаңа времянканың сырты. Мына жақтан навес, мына жақтан су кетілген. Енді территориясын примерно қазір көрсетейін. Территориясына келетін болсақ, жолдан қараған кезде трасс қой Чапайдың. Содан осы тұстан анау талдарға дейін кетеді. Қарағаштарды көріп тұрсыздар ғой. Соның жақта жол жатыр. Жолдан круговой. Осында жер, мына жерге енді в общем, артығымен бір үйдің орны бар, егер осы жерден үй салып тұрамыз десеңіздер. Территориясы осындай 30 сотық жер. Бүкіл міне бизнесмен, жермен. Жаңағы ар жағында СТО, мынау времянкасы, ар жағында тақсы. В общем, көріңіздер ғой, бір подъемник тұр. 3 яма тұр. Токарный станок. Бөлмесін жаңа көрсеттім. Ол станоктың өзі бірталай тұрады. Вулканизация станок аппараттан дайын. В общем, осылай. Навесімен, мына ішінде бокс ямымен, мына жағында. Ал жаңа территория, мен жолдан жаңа арт жағын көрсеттім. Өлшем түсіңіздер, 30 сотық. Документі бәрі отырыз. Хабарласыңыздар номер, жазылған номерге. Бағасына өздеріңіз егесімен келісіп жатасыздар.